Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді әрі топ-томпақ пончиктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, шу өте әдемі болып шығады. Бетіне кез келген шоколадты қолданып, бетін әсемдеу өзеріктеріңізде. Арасы да өте таза болып бітеді. Ал енді бисмилля деп бастайтын боламыз. Ең әуелі ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үй температурасында еріп тұрған сармаймызды салып, тағы да араластырамыз. Және де 2 жұмыртқа үй температурасында болуы керек. Жұмыртқамызды салып араластырамыз. Содан соң құрғақ ашытқымызды саламыз. Ұнымызды салып, ең әуелі венчиктің көмегімен кішкене жақсылап араластырамыз. Қамырымыз қоюлана бастаған кезде қолымыздың көмегімен өте әдемі қамыр илеп шығатын боламыз. Қамырымызды илеп болған соң, ыдысымыздың ең астына сұйық майды құйып, қамырымызды қойып, қамырымызды көтерілгенше қойып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі жұмсақ қамыр болады. Қамырымыз жарты сағат 40 минуттар ішінде көтеріліп қалады. Міне қамырымыз көтеріліп шыққан соң, қамырымызды орташа етіп жайып шығатын боламыз. Оқтаудың көмегімен қалың да емес, жұқа да емес, орташа етіп. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз жайылуы да өте оңай, өте нәзік болып шығады. Міне осындай етіп, қалың емес, әрі жұқа емес етіп, орташа етіп жайып шығамыз. Және де осындай стаканды қолдандым, ортасына насатка қолдандым. Үйіңізде қандай дөңгелек формалар бар, сол арқылы кесіп пайдалансаңыз болады. Барлығын дәл осылай кесіп, бір ыдысқа қойып қойдым, 10-15 минут уақытында көтеріліп тұрсын деп. Көтерілген соң майымызға, қызып тұрған майымызға екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Майдың оттың астын қатты қоймаңыздар, кішкене төменнен жоғары қойсаңыздар, сол жеткілікті. Ішіндегі дөңгелек болып кесілген формаларды да дәл осылай пісіріп алсаңыздар болады. Балдарыңызға ұнайтын сөзсіз. Балдарым таласып жеп қойды, өте әдемі болып шығады. Дәл осылай барлығын пісіріп аламыз. Барлығын осылай пісіріп алатын боламыз. Қараңыздар, өте әдемі болып шығады, арасы таза піседі. Ең бастысы газдың астын қатты қоймауыңыз керек. Міне барлығын пісіріп алдық. Мына дөңгелектерде өте әдемі болып шықты. Ең шоколад пен сливкиді ертіп алдым. Және де ертіп пончиктерімізді бір батырып аламыз. Бетін сәндеу өзеріктеріңізде мен тортқа арналған посыпкаларды сеуіп шықтым. Осымен біздің пончиктеріміз дайын. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтын сөзсіз, өйткені өте жұмсақ, сондай дәмді, тәп-тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап, отбасыңызды қуантыңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттер болады. Сол себепті менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, все деп басып қойды. Ұмытпаңыздар, назарларыңызға үлкен рахмет.